Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен шығыстың жақсы бір тағы да тағамы, қамырдағы әсіп деп аталатын тағамды ұсынғым келіп тұр. Көріңіз, ұзынша болып жасалады. Ол керемет тағам, өте сіңімді, асқазанға пайдалы, сондай керемет тағам болады. Оны көбінесе өзбек халқы, мынау шығыс халықтары, қырғыз халықтары, қазақтар да көп жасайды. Соны бүгін сіздермен біз болып жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Міне шеккен етті алдық, 1 жарты кило. Сосын 150 грамм күріш алдық, піскен күріш. Сосын 1 пиязды, 1 бас пиязды әдемілеп турап алдық. Сосын дәмдеуіштерін бәрін салдық, қалағаныңызды бәрін. Енді мына тұздығына 1 сәбізбен 1 пиязды турадық. Бұл тұздығына керек. Енді қамырына 1 стакан суға 1 жұмыртқаны салып, енді осыған қазір әдемілеп, қамырлеп тұндырып қоямыз. Содан кейін көреміз. Міне қамырымыз дайын болды. Кәдімгі мантыға, түшпәраға жасаған қамырдай жасап аласыз. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес. Енді бұл тынып тұру керек. 1 жарты сағаттай тұрады. Оған дейін біз подлебін, мынау әсіпке дайындап қойған етімізді бәрін араластырып көрейік. Оны екі ортада тұздығын жасап алыңыз. 10-15 минут қуырасыз. Болды. Міне қамырымыз тынып тұр екен. Енді қазір осыны жая бастаймыз. Міне қамырымыз жайып алдық. Енді оны кесуіміз керек. Мантыға кескенде кесе беріңіз. Мантының қамырындай болған, жүкшіға болған. Енді кесе беріңіз. Енді 4 бұрыштап кесесіз. Мәнті кескенде кесе бересіз. Бұл тағамды өзбек ағайындары, қырғыз ағайындары өте көп дайындайды. Енді осы қамырға қазір ішіндегі салатын салуымыз керек. Міне бәрін жайып, етінде салып қойдық, бүгіге дайындап қойдық. Енді бүге бастаймыз. Міне әдемілеп мәнті пешке тақтап қойдық. Енді үстін майлап қазір қазанын апарып салу керек. 40 минут тұру керек, сосын көреміз. Міне қамырдағы әсіп деген шығыс тағамы дастарханға келді. Енді оның үстіне тұздығын әдемілеп сеуіп беріңіз. Қандай тұздық салам десеңіз де, біз тұздықты алдын ала жасап қойдық. Міне көркемдей беріңіз. Біз жалғызбен, салаттармен көркемдедік. Енді көкшеп салыңыз. Сонда керемет тағам болады. Міне осылай дайындап көріңіздер. Бұдан да күшті дайындап жүрген шығарсыздар. Оған менің күмәнім жоқ. Астарыңыз дәмді болсын.